Әр өңірде шелпекті әртүрлі дайындайды. Кейбіреулер дрожбен илеп жатады, кейбіреулер май, сүт қосып жатады. Ал мына рецепті мен осы жақында инстаграмнан көріп, мен де жасап көрейін деп шештім. Маған қатты ұнады, себебі құрамы өте жеңіл екен. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Осындай 400 грамм ұнымызға 200 грамм бөлме температурасындағы суды қосып, нанымызды илеп қойдым да 15 минутқа тындырып қойдым. Сөйтіп 7 бөлікке бөліп, оны қайтадан 10-15 минутқа тындыруға жауып қойып қоямыз да. Әр бөлігін жеке-жеке өте жұқа етіп жаямыз, қыздар. Сіз қай өңірденсіз және шелпекті қалай дайындайсыздар, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып, әр жағын 5 секундтай ғана пісіріп аламыз. Кейбіреулер қатты қызарғанша пісіртіп жатады, олай жасамаймыз, прям лаваш сияқты болады. Және де пісіп шыққан шелпектеріміздің арасына қағаз қоюды ұмытпаймыз, сонда шелпектеріміздің майын тартып алады. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар, және міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!